Жас баланың денсаулығы нығайып, табиғатпен етене жақындасып, ойын арқылы білім мен тәжірибе жинақтайтын ерекше кезең. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасының медициналық орталығының Қарлығаш балабақшасында жазғы сауықтыру кезеңі балалардың жас ерекшелігі мен қызығушылығына сәйкес ұйымдастырылды. Әрбір іс-әрекет денсаулықты нығайтуға, танымдық белсенділікті арттыруға, шығармашылық қабілетті дамытуға және қауіпсіз өмір сүру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Балалардың қызығушылығы күнделікті өмірмен ұштасқан сюжеттік рөлдік ойындарда жалғасады. Өз қолымызбен дайындалған шағын ас үйде балалар аспаздың, ананың және қонақтың рөлін сомдайды. Балалардың ептілігі мен дәлдігін дамытатын жұмыртқаны ұясына жеткізу ойында әр бала жұмыртқаларды ұқыптылықпен өз орнына орналастырады. Бұл тапсырма көз бен қолдың үйлесімді жұмысын жетілдіріп, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Қимылды ойындар балалардың белсенділігін арттыра түседі. Шағын футбол алаңында балалар допты дәл бағыттап, өзара үйлесімді әрекет етіп, ортақ мақсатқа бірге жетудің мәнін түсінеді. Бұл ойын шапшаңдықты, дәлдікті, ұйымшылдықты және достық қарым-қатынасты қалыптастырады. Ойынға қызыққан балалар таным әлеміне қызығушылықпен енеді. Ғажайып құстар ойынында әр бала құстардың ұяшықтарына күріш, бидай, қарақұмық және өзге де дәндерді орналастырады. Танымдық тапсырмалар барысында балалар түстерді, пішіндерді және сандарды сәйкестендіріп, салыстырады және топтастырады. Ертегілер мен кітаптар әлемінде балалар сүйікті кітаптарын қызығушылықпен қарап, ертегі кейіпкерлерін еске түсіреді, өз ойларын еркін жеткізеді. Танымдық қабілетті дамытуда Сингапур технологиясының элементтері тиімді қолданылады. Балалар шағын топтарға бірігіп, геометриялық пішіндерді ажыратады. Олардан үй, көбелек, гүл, ағаш, зымыран сияқты түрлі бейнелер құрастырады. Пішіндерді салыстырып, санап, өз жұмыстарын достарына таныстырады. Қайта өңдеуге болатын пицца қораптары, сурет салуға арналған ыңғайлы планшетке айналып, балалар ашық аспан астында өз қиялындағы әлемді бейнелейді. Бірі гүлдердің сұлулығын салса, енді бірі жарқыраған күнді, көгілдір аспан немесе табиғат көріністерін қағаз бетіне түсіреді. Арнайы безендірілген қауіпсіз жол аймағында балалар бағдаршамның түстерін ажыратып, жол белгілерінің мағынасын меңгереді. Жазғы ойын ортасының басты ерекшелігі көптеген ойын құралдарының қайта өңдеуге болатын материалдардан педагогтердің шығармашылық ізденісі арқылы дайындалады.